Бүгінгі сабақта біз PHP тақырыбын бастайтын боламыз. Ол үшін XAMPP деген бағдарламаны жүктеп алып, қондырып алуларыңызға қажет. Осы бағдарламаны жүктейтін сілтемені описаниеда қалдыратын боламын. Қондырып алыңыздар. Қондырғаннан кейін сіздерде локальный дискісіда XAMPP деген папка пайда болады. Осы папкаға кірсеңіздер, XAMPP control деген. Осыны ашасыздар. Бірінші Apache, және MySQL Start деген басасыздар. Екеуіне де менің жағдайымда ол екеуі де қосылып тұр. Бұл XAMPP-тың жұмыс жасауына және PHP-дің жұмыс жасауына қажет. Одан кейін осы папканың ішінде міне htdocs деген папка бар. XAMPP папкасының ішінде. Осы папканың ішінде жазған нәрсені біз PHP кодты шақырып онымен жұмыс жасай аламыз. Бірақ барлығы түсінікті, болашақта оңай болу үшін біз ол үшін папка құрып алып, сол папканың ішіне сол файлдарымызды құратын боламыз. Әрбір мақсатта неше түрлі папкалар, және бір папканың ішінде бірнеше файлдар болуы мүмкін сайтқа байланысты. Мысалға бір папканың атын B2A деп қойып жіберейін. Ішінде әзірге ештеме жоқ. Бізге PHP файлын құру қажет. Ол үшін создать текстовый документ деп бұл құжатты ашамыз. Содан кейін PHP код жазайық. PHP код осы тег арқылы басталады, ашылады, және де мына сұрақ белгісі стрелка арқылы жабылады. Осының арасында жазылған код PHP код болып есептеледі. PHP-дегі экранға шығару командасының бірі ол echo командасы. Echo командасына жазайын. Бұл PHP деп. Яғни сақтайтын кезде файл сохранить как. Осы жаңағы XAMPP, htdocs, B2A деген папканың ішінде тұр. index.php деп сақтайын. Мына жерде тип файла, все файлы. Кодировкамен қазақ тілін қолдандықтан я UTF-8, я Unicode таңдауымыз қажет. Unicode таңдайын, сақтайын. Яғни мына жерде қарасаңыздар, бір басқаша файл пайда болды. Файл PHP деп тұр. Оны ашу үшін браузерді ашасыздар. Localhost. Localhost деген біздің өзіміздің компьютердің ішіндегі хостинг деген сөз. Папканың аты B2A болды. Осыны ашсақ. Менің кодым шықпады. Сохранить как деп екінші рет сақтап қойын. UTF-8. Міне жаңа Unicode-та, яғни қазақ тіліндегі шрифт көрінбейді екен. UTF-8 таңдаған сәтімде міне қазақ тіліндегі жазулар шығып тұр, бұл PHP деп. Бізге не үшін индекс 2 керектігін түсіндірейін. Яғни бізде индекс 2 деген дұрыс емес файл болды, өшіріп тастайын индекс 1-ді. Индекс 2-ді өшіріп тастайын артық файлды, тек осы индекс 2 PHP-де қалдырайын. Не үшін индекс 2 index.php деген немесе просто index.html деген қажет екендігін түсіндіру үшін. Мана байқасаңыздар, біріншісінде localhost/b2a/ дегенде index.php автомат түрде ашылды. Енді екінші жағдайда бізде index.php деген жоқ, index2.php бар. Не болатынын қарайық. Бұл уақытта кіргенде біз папкаға кіріп кетеміз. Яғни бұл қауіпсіздік жөнінен дұрыс емес. Яғни сіздің осы папкаңызға кірген адам паренттер, директорға шығуы мүмкін, немесе осы ішінде қандай файлдар бар екен қарап алуы мүмкін, аттарын, файлдарын, немесе осының ішінде басқа да папкалар бар болса, мысалға бір папка құрайын. Басқа да бір папкалар бар болса, міне осыда көрініп тұрады, ішіне кіріп суреттер алса, суреттер немесе басқа заттар болса, сіздің данныйларыңызды көріп, яғни взлом жасауына мүмкіндік туады. Бұндай мүмкіндік болмас үшін бізде index.php немесе index.html деген файлдар болу керек. Сол сәтте міне кірсек резко, сол индекс ашылады. Бүгінге осы HTML-ді қалай құрады, PHP-ді қалай құрады файлды, қай жерде болу керек, қондыру, сілтемесі қондыруға, скачать етіп алуға. Осы болды. Сұрақтарыңыз болса комментқа жазып қалдырыңыздар. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.